таныстырыңызшы, қай жақтамын дейсіз? Алматы қаласы Заран коллекторлық агенттігінен Кім? Ақтай Жансая Маратқызы. Ақтай Жансая Маратқызы. Жаңа кім? Тілеуов Азат деген ба? Тілеуов Азат Шынтасович. Тілеуов Азат Шынтасович деген 2017 жылы ма? Сіздің номеріңізді қосымша контакт ретінде қалдырған екен, сол үшін қоңырау шалып тұрмын. Жақсы. Қосымша контакт ретінде қалай қалдырады сонда ол? Ол жағын мен білмедім. 2017 жылы Мен кім екенімді танып, менің кім екенімді білесіздер ме? Аты жөнім кім? Менің сіз кімге хабарласып тұрғаныңызды білесіз ғой негізі? Ол кісі сіздің аты жөніңізді қалдырмаған, тек номерді қалдырған, қосымша контакт ретінде. Сол үшін Сіздер оны басқа әдіспен алып алғандарыңызды білесіздер ғой? Бұл қосымша контакт қалдырып мүмкін емес, өйткені оны мен танымаймын ғой. Сіздер онда маған сол қосымша контакт ретінде қалдырған растайтын дәлелдерді жібере аласыздар ма? Енді маған хабарласып тұрсыз ғой. Жоқ, оны банкте қалдырып отыр ғой. Жоқ, бәрібір ғой. Сіздер коллекторлық агенттік болғаннан кейін сіздерге барлық осы қарызға қатысты бүкіл құжаттар сіздерге беріледі. Сол құжаттарды көшірмесін маған қатыстысын. Жақсы, басқаларын емес, маған қатыстысын, сіздің сөзіңізді растайтын. Қосымша контакт ретінде қалдырған көрсетіп дәлелдеп маған жібере аласыз ба? 2017 жылы осы номерді қолдандыңыз ба сіз? Мәселе онда емес, мен қазір сұрақ қойып жатырмын ғой саған. Анау коллекторлық қызмет туралы кім, атын кім дедің? Жансая Маратқызы. Жансая Маратқызы. Енді телефон тастап жібермей, менің сұрайтын сұрақтарым бар коллекторлық қызмет туралы заңның талаптарына сәйкес. Маған енді бейнін айтып жібересіз ба жаңа гранттың? Мен тексерейін, сіз онда шынымен жұмыс істейсіз ба, істемейсіз ба? Содан кейін мен қалған мәліметтерді беруге жұмыс істеп көремін. Бейні қандай? Коллекторлық агенттіктер реестрінде есептік тіркеу номерім 05К1700. Қазір қайтадан 2017 жылы. Жансая мен Коллекторлық агенттіктер реестріндегі есептік тіркеу номеріміз 05К1700 17 қазан 2017 жылда. 2007-10 ай нешесі? 17 қазан 2017 жылда. Жақсы, енді біз жоқ, Жансая, қараш, Жансая, мен талап еткенде емес, енді мен таңғалып тұрмын да, менің дербес деректерімді неге кім заңсыз өңдеді және оны заңсыз соны анықтағым келіп тұр. Ол қылмыстық кодекстің 147 бабына сәйкес жауапкершілікке алып келеді, мен соны анықтайын да. Мен қалдырып отқан жоқпын. Тілеуов Азат Шынтасович деген кісі сіздің номеріңізді қалдырып тұр, мен сол номерға қоңырау шалып тұрмын. Сол кісі таныс па, таныс емес па деп сұрап жатырмын. Артық ештеңе талап етіп отқан жоқ. Енді Жансая, енді мен анықтап алайын да, мен енді менің дербес деректерім заңсыз өңделіп тұр ғой, ол сізден жоқ, мен банкке бармаймын да, банкпен сөйлеспеймін де, өйткені маған хабарласып тұрған сендер ғой. Бейнін айтып жіберші енді маған, бейнін тексерейін, бейнімен. Қандай бейін? БСН, бизнес сәйкестендіру нөмірі дейді, бизнес идентификационный номер деп айтады оны, соны беріңізші маған. Жоқ, өкінішке орай, ондай конфиденциальный информация. Ол конфиденциальный информация емес, ол бейін деген. Қолжетімді ақпарат. Мен қазір егер сіз БСН-іңізді берсеңіз, маған сол жөнінде ақпараттың бәрін мен кәдімгі қолжетімді егов порталынан ала аламын, оп-оңай. Сондықтан оны конфиденциальный деп айтпаңыз, оны құпия емес ешқандай да. Сондықтан бейінді айтыңызшы маған. Тілеуов Азат деген дейді, 2017 жылы мен. Алло, сіздің есіміңіз кім болады? Оны қайтесің, бірінші мен сендердің ақпараттарыңды білеймін. Сендер ғой маған хабарласып тұрмын. Қалай обращаться етейін? Рауан, красавчик Рауан деп. Рауан мырза, сіздің номеріңізді қалдырып отыр бізге. Азат Тілеуов деген кісі. Оны сіз маған 3 рет айттыңыз осы мен. Жансая, мен сұрап тұрған нәрсем қарапайым ғана. Жоқ, өкінішке орай бере алмаймын. Не себепті бере алмайсыңдар? Себебін айтшы маған, заңмен негіздеп берші соны. Ол ақпаратты бере алмайтын себебін. Себебі сіз третий лицосыз. Енді сен маған третий лицо деп емес, кәдімгі Тілеуов азаматтың жақын досы ретінде хабарласып тұрсыз ғой маған. Артық проблеманы қайтесіз, мен сізден. Ешқандай менде кім Жансая, менде не проблема болып жатыр ма? Ешқандай проблема болып жатқан жоқ. Керісінше сендер жақтан проблема болып тұр. Менің нөмірімді заңсыз қайтадан алдыңдар. Артық сұрақтармен миыңызды қатырып жатсыз. Мен сізден ештеңе сұрап тұрған жоқпын, артық ештеңе. Танымайсыз ба? Жақсы, сау болыңыз, рахмет. Тастама телефон, Жансая. Жансая, тастама телефонды. Тастамайын, жақсы, Рауан. Жақсы, сөйлесейік екеуміз рахаттанып, даусың әдемі екен. Рауан мырза, қазір дәл
разговор жүріп жатыр. Білем, жүріп жатқанын, жақсы болды. Онда мен қазір Жансая былай етейік онда. Запись жүріп жатыр ғой. Сіз менен басында сұраған жоқсыз. Бұндай жазба жүруге рұқсат па, рұқсат емес па сөйлесуге деп. Оны сұраған жоқсыз. Және маған қазір Тілеуов Азат 2017 жылы екінші қосымша нөмір қылып қалдырды дедіңіз. Оны растайтын тағы да дәлеліңіз жоқ. Осы дәлелдерді мен қазір сізге мекен-жайын бәрін айтайын. Сіз соған маған осы записьті екеуміздің арамызда сөйлескен. Сосын сол жаңағы сіздің сөзіңізге дәйек болған құжаттарды маған беріп жіберіңіз. Адрес айтайын ба? Мен осыны не деп қабылдаңыз, өтініш деп. Талан мырза, оны мен қалай жіберемін? Ондай бізде полномочия жоқ. Онда егер ондай полномочия жоқ, енді қараңызшы, Жансая. Хабарлассаңыз болады. Жоқ, олай емес. Жансая. Хаумбанк, кредит сонда Хаумбанктен, тоқтай тұрыңызшы, Хаумбанктен алынған ба? Жоқ, маған сендердің осылай звондап тұрғандарың жақсы, осы ше рахаттанып қалам. Хаумбанктен сендер. Талан мырза, менің артық уақытым жоқ. Рахмет, телефонды алып, танымаймын деп айтқаныңыз үшін сау болыңыз. Жансая, сен тастауға құқың жоқ қой, тағы да мен тастама деп тұрмын ғой. Қатырады үшін бәрі. Ағайын, осылай коллекторлар хабарласқан кезде бүкіл ақпараттарды сұрап алыңыздар. Сұрап алып болғаннан кейін де еш нәрсені айтпауға құқықтарыңыз бар. Мына жерде маған өтірік айтып тұр, Тілеуов Азат дегенді мен танымаймын да, онда мүмкін заңгерлер ретінде мен тізімде жүрген шығар, сөйтіп қалай алып алғанын білмеймін. Демек, олардың сіздердің телефондағы контактілерге доступ алатын бір приложениелері бар. Сондай мүмкіндікті пайдаланып отыр. Жаңағы жерде олардың әрекеттері тағы да заңсыз. Менің телефонымды алып, маған хабарласуға олардың құқықтары жоқ. Олар менің аты жөнімді бәрін біліп отыр, негізінде оны айтпай отыр, жаңағыдай мәселелер болғаннан кейін. Енді мына рейсті тексеріп көреміз, сосын әрмен қарай жұмыста жүргізіп қараймыз ағайын. Жақсы, сау болыңыз.